Шаларыңыз дастархан төріне жайғасаңыздар, қадірменді ағайын, мінекей көрдіңіздер, бұл біздің Алдаберген атамыздың көрегендігі. Бүгінде бір жасқа немерем толды деп, сауын кесу міндетім деп, шариғаттың шеңберінен шықпай, ең әуелі Алланың әмірі, дүниеге сәби келгенде ата-ананың міндеті құлағына азан шақырып ат қою. Мінекей атты да дұрыс таңдаған атамыз, әкесі Нұр Ислам деп, исламның нұрын сақтайтын, сондай иманды ұрпақ болсын деген өздерінің ниетімен қойған екен. Бүгінде мінекей Аллаға шүкір деп, екінші әкелік міндеті дастарханын адалынан жайып, ағайынның басын қосып, бір ойын сойып, құрбанын шалып, Аллахқа шүкір айту. Осы міндетке тағы жеттік. Аллаға шүкір, бүгінде мінекей дастарханды жайып, атамыз бен әкеміз баршаның басын қосып, бір батып алып баталарын алайын деген ниетімен, қадірменді ағайын. Ендеше осы тойымызда дастархан адалынан болсын деген Алланың әмірі, оны тағы орындаған атамыздың көрегендігі, осындағы кішкентай Нұр Исламымыздың әкесі мен анасының сондай дінге деген, исламға деген, біздің ата тек ұрпағымызды мінекей жалғастырып келе жатқан осындай жанұяларға Аллаға шүкір деп, қадірменді ағайын, бүгінгі дүбірлі тойымызды осындағы төрде жайғасқан қарияларымыз, қазыналарымыз, әулеттің жас үлкен, осындағы Алдаберген атамыздан бастап, және де Тұрсынтай апамыз, Бақтыгүл және де Бақыт атасынан бастап, барша жас үлкен ақсақалдарды, қарияларды, ақ жаулықты аналарды асабаның алаңына шақырып, тойымызды бастағанды жөн көрдік. Қанекей қадірменді ағайын, келіңіздер, я бісміллә деп бастайық, арадан аспаспайық. Алғашқы сөзімізді батадан бастайық, қадірменді ағайын. Алдаберген атамыз қайда екен? Бәрекелді ата, я бісміллә деп бастасаңыз, арғарай тілек ниетімізбен жалғасса, бүгінгі тойға деген, дастарханға деген, келген дүйім халыққа деген, иллахи амин, бір тілек батаңыз қанекей. Баталсақ өзіңіздер. Амин. Я Құдайым оңасын, Қыдыр бабам қолдасын. Алынан болу ер жетсін. Құдайым күнге жеткізсін. Қанаты, еге қанаты аяқ қанат танбасын. Құдай Альхамдулилля бәрі жақсылыққа жеткізе берсін. Баламыздың бір елге бала болмай, бүкіл халқымызға адал бала болсын деп тілеймін. Аумин. Аумин. Бәрекелді. Ада сізге мың алғыс, осындай елді жинап, дүйім халықты жинап, ағайдың басын қосып, осындай бүгінгі қиын-қыстау заманда, осындай немеремнің аты Нұр Ислам, кішкентай бүлдіршінімнің алғашқы қадамы сауын кесіп, өмірге деген алғашқы қадамы осындай пәк болсын деп, елге үлгі болатындай, осы той халыққа үлгі болатындай, дастархан адамнан жасап жатқан, бүгінде орыстың арекесі, грузиннің винегесі жоқ, керісінше қазақтың бағзыдан аңсаған кең бейілді дастарханында қымыз шұбаты қайда оралып, осындай дүбірлі той болып жатқанға сізге мың алғыс дейміз. Аллаға шүкір. Шапалақ, құрмет, қошемет бірге. Қадірменді ағайын, батуалы батамыз берілді. Дастарханымызды ашық деп жариялаймыз. Алдарыңыздағы астан дәмнен алып отырыңыздар. Ал енді біз тойымыздың әуелгі шумақтарын әнмен бастап, той бастар, тойға шашу әнді тарту өтейік. Қадірменді ағайын, қабыл алыңыздар. Той-тойға ұласын, салған әліміз қарасын. Екі жастай ұлдарымыз тойға шашу. Қабыл алыңыздар. Ay su
Barcha өнерпаздар бүгін тойға үлесін қосып, ақ тілегін әнмен, шумақпен, жырмен, күймен, бимен барлығымен арқалап келіп жатыр қадірменді ағайын. Ендеше осы өнердің барлық куәсі боласыздар. Алла қаласа, бүгін мінекей дүбірлете той жасаған той иелері, осы әулеттің қазыналары, қариялары, ақ жаулықты аналары бүгінгі тойымызды ән шумақпен ашса, келесі бір тамаша тілекті той басқар тілекке берсек дейміз қадірменді ағайын. Мына той төрінде отырған ақ жаулықты аналарымыз бар, әкелеріміз бар. Бұл енді қазақ қашанда бәр сөзді бекер айтпайды. Қариясы бар үй, қазынасы бар үй қадірменді ағайын. Төрде отырған қарияларымыз, мінекей қазыналарымыз. Бұл бір шаңырақтың ғана қазыналары емес, еліміздің қазынасы. Бұл қазына деген бүкіл байлық, бақ-дәулет. Қай үйде қартайған қария болатын болса, ол үйге бір қадам басып, баршасы алдынан кесіп өтпей, сол үйге кіріп сәлем беріп, хал жағдайын сұрасып, әр жетісіне бір жиналып, ағайын туғанның бауырдың басы қосылып, қарияның қасында немере шөбересі шүрілдеп, барлығында шапқылап жүретін осындай қазыналы болады. Қариясы жоқ үйде өздеріңіз білесіздер. Әрқашанда мінекей сол шаңыраққа жиналып отыратын қариялар сол үйдің қазынасы, сол елдің қазынасы. Ендеше сол қарияларымыздың, қазыналарымыздың батып алып, батасын алып, ақ тілегімізді айтып, тойымызды ашқан жөн көріп отырмыз қадірменді ағайын. Ортамызға қарияны қашанда сыйлаған, алда бергендей батып алып, бата берген атамыз, және де Тұрымтайдай апамызды, Бақтыгүл апамыз, және де Бақыт атасын ортаға шақырсақ, қанекей Нұрисламның ата әжелері той төріне асабан алаңына келіп, тойымызды ашып берсеңіздер. Бұна қонақтар тос сөйлегенде 2 жас тұрып тұрсыншы. Бәрекелді. Қазақ барлық тойды тойлаған, 1 жасқа толған, 2 жасқа үйленген, ұзатқан, 50-ге 60-қа толған тойлардың барлығын тойлаған. Бірақ соның ішінде ерекше шариғатта бекітіп, ел айтып, бабаларымыз қалдырған мұра. Бұл ұрпақ келгенде, ұрпағым жалғасты деп қуанып тойлаған тойдың бұл ерекшелігі әрине көзге айқын көрінеді. Сол тойларыңыз құтты болсын. Ендеше ата өзіңізден бастайық, ары қарай тілек ниет әжелерімізбен, аталарымызбен жалғассын дейміз. Бәрекелді қанекей. Енді мына біздің тойға келіп, біздің жаңағы тойымызды, баламыздың бір жасқа толған тойымызды құттықтап келгендеріңіз бәріңіздеріңізге рахмет айтамын. Бір жағынан, екіншіден мен бұл Алла Тағалаға жан ризамын. Осындай Нұрисламдай менің немерелеріме күліп отырған жерге. Алла Тағаланың Нұрислам балама ақ жол берсін. Алла Тағаланың Нұрисламның жолын ашсын. Алла Тағалам осы Нұрисламның қазақ халқына өзінің осы адал азамат болып өсіп, осы барлық осы отырған сіздерге үлгілі де жаңағы сыйды азамат болып өсіп отырын. Зор денсаулық тілеймін. Алла жар болсын. Құрметті ағайындар, осы барлықтарымыздың жиналып отырған себебі Нұрисламның
туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Өскенде дәу жігіт болып, Бәленженің баласы деген атқа жеткізсін. Тоғы жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. Бәріңіз енді көңілді отырыңыздар, жеп отырыңыздар, ризамыз. Енді нұрисларымыз үлкен азамат болсын, кескен тұсау құтты болсын, тез шауып жүгіріп, апалап жүре берсін, әке-шешесі аман болсын. Енді көпшілік қауымға да сіздерге денсаулық тілеймін. Осындай той сіздердің үйлеріңізде болсын. Соған тілектеспін. Рахмет келгендеріңізге. Біз мына Нұрисламның апасы мен атасы боламыз. Енді немеремізге тілейтініміз үлкен азамат болсын, өмір жасы ұзақ болып, Қазақстанымыздың бір ұлағатты азаматы болсын. Қазақ айтады ғой, біз ұрпағымызбен бақыттымыз деп. Біз бақыттымыз, артымыздан ілескен ұрпағымыз бар. Осымен қуанамыз біз. Осындай жақсылық бәрлеріңіздің отбасыларыңызда болсын. Арттарыңыздан ұрпақ ілескен, немере шөбере ілескен күндер көп болсын. Бәрлеріңізге осындай жақсылық тілеймін. Мен тілейтін тілегім, ақ тілегім осы. Әмин. Міне осы кісілердің тілегі әрқашанда жақсылық, осы кісілердің тілегі әрқашанда қабыл. Өйткені білеміз, атаның балаға тілегі әрқашан қабыл. Енді әрқашан қартаймаңыздар, қажымаңыздар. Осылай қол ұстасып тек қана жақсы күндерде жолығып жүре беріңіздер. Осы кісілердің ыстық алақаны суымасын. Маңдайымыздан немерем деп бір сипаған кезде біздің заряд алып, энергия жинап алатынымыз бар. Сіздер әрқашан бақытты болыңыздар. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Мына бірде бір тойға бардық, сөйтсек апа, тойға барсақ, тойдың белгісі болды, ортада апамыздың той екен, 108-ге келген той екен. Енді барлығы тойлатып жатыр, ортада би-билеп төрде апамыз отыр. Барлығы настроениесі мықты, апамыздың ғана настроениесі жоқ, теріс қарап отырып алған. Сөйтсе бір кішкентай шөбересі жүгіріп келіп, апамыздың етегінен тартып жатыр. Ападай, жасыңызшы 108-ге келді ғой, неге настроениеңіз жоқ дейді. Сөйтсе апамыз шөбересінің басынан сипап, ой, шырағым-ау, қайдағы настроение? Крастастардан біреуді келмей қойды ғой деп. Сөйтсе екінші шөбересі мынаған тұрып апамыз тұрса, апа, настроениеңізді осы тойда жүрген шалдармен билеп-билеп көтеріп алмайсыз ба? Сөйтсе апамыз отырып, ой, қайдағы шалдар, 80-90-дағы шиболдар ғой деп. Сол кісілер сияқты ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Әрқашан әзілдеріне жарасып жүре беріңіздер. Бұл кісілер негіз қартаймайды. Үлкен кісілер қартаймайды. Жасы келген сайын қартайды деп ойлаймыз ғой, жоқ, керісінше жасарады. 100-ге келген кезде қайттан бала болады да, немерен ойыншығына таласып, бала болып жүре береді. Сондай күндерге жетіңіздер. Алла береке берсін. Дастархан төріне аталарым және апаларым. Қошемет, музыканың шартына жайғастырайық. Барекет қадірменді ағайын. Мына бүгінгі тойды барлықтарыңызға демалыс деп біліңіздер. Бүгінгі әдейі тойды осылай дастарханын кең жасап, белгілеген уақыттан асықпай ерте бастап жібердік. Сондықтан қадірменді ағайын, бүгін демалыс. Ортада шығып тілек айтыңыздар, би билеңіздер, ән салыңыздар, көңіл көтеріңіздер. Дастарханда жайылған барлық астан алыңыздар. Бүгін үйге қайдам деген болмайды қадірменді ағайын. Сондықтан аспай тойлап, ортаға шығып тілек айтып, би билеуге барлығына рұқсат қадірменді ағайын. Ендеше осы тойымыздың ақ тілегінің артынан тағы бір өнеріміз жалғастырайық қадірменді ағайын. Осындағы біздің Рахат пен Алияның бауырлары өнерде жүрген, осы би өнерін дамытып жүрген, шұғыланың бүркіт биін ортамызға алып келіп жатқан бауырларымыз бар. Қарсы алыңыздар қадірменді ағайын, шұғыланың бүркіт биі. Шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз ғана келді.